Эйоу, қалайсыңдар? Бізде бүгін коврик и новый мышка, жаңа мышка. В общем, бәрі 11 мың теңге болды. Біз қазір анбоксинг, былайша айтқанда коробканы ашу жасап тастаймыз. Бірінші коврикті мына шетке қоя тұрайық та, мынаны баста алып тастайық. Қазір бұл мышканы мен Супак магазинінен алдым. Коробкасын қарап тұрғаныңыздай, мына жерінде мындай бірдеңелері бар. Кәдімгідей мындай жазулармен, в общем, былайша айтқанда лицензионный дей ма, иә. Мышканың моделі мынау X718BK мадейншені Қытайлар жасап жасаған. Afotouch компаниясы мышкасы X7 деген хит мышкалардың бірі. И бұл мышканың настройкасын Oscar Mouse Edition программасымен не қылуға беруге болады. Настройкасын құрастыра беруге болады, жасай беруге болады да. Настроить етіп беруге болады. И ойын не? DPI 400 DPI-дан 3000 DPI-ға дейін қоя беруге болады. Ал программасына X7 SN деген сайттан жүктеп алып не қылып қолдана беру керек. Супак магазинге барған кезде мына мышканы менде 3 мышка аламын деп ойладым. 3 мышканың біреуін аламын деп ойладым. Біреуі стиль сериясы Revels 100, ал екіншісі Red Square деген ең арзаны. Короче, 6,5 ба теңге тұрады, 6,000 ба. 6,000 теңге тұрады. Ал мынау 8,000 теңгенің мышкасы. Үшеуінің ортасында осы ценасы нормальный, и неге десеңіздер, игротекаларда да осы мышка тұрады. Былай қарап тұрсаң, игротекада көбісі мышканы ұрып атады. Соның шыдамды мышкалардың бірі деп ойладым. Өзімде игротекаға барып ойнап көрмесем, көрдім да, шыдамдық екенін сезіндім. А былай стил сервис қымбат болды да, брендке ақша төлегім келмейді. Алдағы уақытта көреміз оны да. Ал Red Square'ін сатып алдым, оны 7,000 теңгеге алдым да. Супак магазинде 7,000 теңгеге алған кезде маған барды да. 6,000 теңге деп ойлап барсам, 7,000 теңгеге беріп жүрген, үйге барып сайтынан қарасам 6,000 теңге деп тұр. Сөйтіп барып возврат жасадым да, осы мышканы доплата қосып алғам. Негізі ноутбуктан қалған бонус еді, соған алған ба ақша қосып үстіне. Сөйтіп мінекей былай ашылады, мына жерінен ашылады да. Навороченный дей ма, орысша, сондай нәрсе болып кеткен өзі. Қайнан өйтіп алынады. Қазір мынаны өйтіп тұрайын. Былай шығады да. Ең қызық жері осы жерде деп ойлаймын. Мінекей USB full speed, короче, ұшады дейді ғой, короче. Өйтіп ашылған кезде мынау бүйтіп көресің ғой, мына жерінде шынарлары. И мынаны былай ашасың. Негізі мынау мышка былай тұратын. Осылай тұратын. Оны былайынан ала бересің. Алған кезде мына жерін бүйтіп қыстап, қытқызып алынады да. Былайынан шеттей тұрады. Ішінде коробкасында мынандай не екенін білмеймін. Дискіні ашыңыз дей ма, бірдеңе деп ағылшынша жазған, короче. Following, короче, рахмет деген сөз шығар деп ойлаймын да. Шанкю деп шетке қойып қойдым, короче. И дискісі бар. Қазір ешкім бұндай дискімен айналыспайтын шығар. И мен жаңа ноутбугыма да бұндай диск кетпейді. Мен ноутбугым вообще диск кетпейді. Оғанда диск салатын алу керек. Ал интернеттен де ала салуға болады қазіргі заманда ше. Негізінде. И мынандай запасной тағыдан нелер берді. Осына бір рахмет айттым. Так, мындай артына деп қойған. Зың деп қойған дейсің ма? Электроник бірдеңе, заям деп қойған. Короче, астындағы төртеуіне мындай нелер бар ғой, ескіретін. Осыларын ауыстырып ала беруге болады. Жерін алып, короче, жабыстыра беруге болады да. Мына ішінде қанша запас? 8 запас, 2 рет ауыстыруға болады. Примерно 5 жылда ауыстыратын жар, бәріне кететін жар, 6 жылда ма. Неге десеңіз, бұдан алдым мен 500 теңге, 600 теңге мышкалармен ойнап жүргем. Шынымды айтсам, мынадай алып шықты. Неге десеңіз, жерге бұрдым алдында бір ретте. Мына жерден ашылып кетті, сонымен жарамай қалды. Жарамай қалғанда ойнауға болады. Кейде мышкасы уже залипание болып, не қылды да, орысша айтқанда ше. Мына мышканың енді кнопкасы мына жерінде біреу, мына жерінде мынау айландыратын бір біледі, не скоп дей ма.
и мынаның не екенін білмеймін. Сары кнопка мына жағында жоқ, тек олаңқайларға арналған. Мына жағында 2 кнопка, сонымен 2, 3, 4, мынамен 5 кнопкасы бар да. X7 деп осылай не қылған моделін мына жаққа да жазған. Қазір фокус дұрыстап жүрейін, неменеке. Короче, мына жерінде USB салатын жері мынандай да. X7 өзінше әдемілеп игровой сияқты қойғанша. Мына жерінде Afrotech деген дерзкий компания болған соң, и оның мына мышканы 8 мыңға алған соң, так, мына коврикті мен 3 мыңға алдым. Ең арзаны, еще ең ұзыны алған кезде мынандай жартыға бар еді. Супак магазинін алдым да. Супак магазинде еще мына мышканы алған кезде, компьютерге салған кезде еще андай болды. DPI ұшып кеткен ғой, короче, біреу алғанда возврат жасаған, мен точно айтайын. Абылайна стандартный DPI болмаған. Мына жеріндегіні кнопкасын ауыстырғанға программа басы болды. Мен қайттан орнына келдірдім, оның бәрін стандартқа келдірдім да. Супакқа қайттан баруға желание болды, ана мышканы қайтарып бердім да. Абылайнан былайша Супак магазинде көп заттар сондай екенін байқадым. Көп заттар болғанда қалай осындай игровой заттардың көбісі ашылған, сондай да. Қолданылған, возврат жасалған. Біреулер 14 күнде возврат жасайды деймін, онан басқа. Сондай не істеген да. Мынаның ұзындығы мынандай ғой. Өйтіп оны и Afrotech деген компанияның мышкасы. Әдемі не алған, тез не алады да. Менің 10 мың деген ковригім шаршады. Шынымен Қазақстандық 10 мың теңгенің ақшасы бар еді сыртында. Ол шаршады кәдімгідей. И новый мышка алған соң, жаңа коврик аласылайын деп шешкем. Сонымен екеуін де алып алдым. Сонымен Counter-Strike'тан Global'ға жетеміз деп ойлаймын, CSGO-дан. Мінекей, мышканың ковриктің дөулігін көрсетейін. Мынау менің қолым, мынау мышка. Кішкене дәурек келеді, 500-600 теңгелік мышкалардан келгенде. Еще кішкене салмағы бар бұның ішінде, мына жерлерінде примерно тасыма бірдеңелер бар. Салмағына риза болдым осыған кейін. И потом на коврик 1987 жылда жасалған ба, вроде. Компания сол жылы құрылған ба, сондай. Абылай өзімнің сатып алғаныма, бұндай заттар алғаныма ризамын. Айнан бір ай қолданып көрдім, бір айдан аса, немесе бір айға жетпеймін, точно ұмытқам, бірақ біраз қолданып жатырмын, ыңғайлы. Мына жеріне уже кнопкасына өзің назначить етіп қоя бересің, DPI-ына ауыстырып, жаңағыдай Oscar деген программамен тартып алып қоя бересің да, жүктеп алып, компьютердің настройкасын жасап істеп аласың. Абылайнан қолданып жүрмін, өзіме ыңғайлы, навороченный емес та, светич нәрсе жанбайды, кәдімгідей. Былайша айтқанда бюджетный сегмент дейді ғой, сондайдың орташасы ғой. Жаңағы Red Square бюджетінің ең арзан бюджетныйлері, мынау орысшасы, орташасы деген ғой. Ал SteelSeries ең қымбат еді ғой. Жарайды. Осындай мышка алдым, мінекей заттар. Енді мен кішкене мышканың плюс-минусы жағын айтып кетейін. Бір плюстерінің бірі, мынау шнуры матамен қапталғанда, іске жасаған кезде кейбір мышкалардың мұндай пластик болады, басқан кезде, қатты мыжылған кезде мышка дұрыс жасалмай қалады, кейде сигнал бару қиын болып қалады. Бұл да осындаймен не алғанда специально осылай защитамен істелген. И мына жерде резинкасы бар, былайынан іске жасаған кезде кейбір мышкаларда кетіп қалады, бұл да кетпейді. И бұның қапталғаны андай не да матовый пластик болып келеді, андай қолға ыңғайлы материал, қолға ыңғайлы, ұстаған кезде бойынан отвращение болмайды да. Былайша айтқанда. И және мына шеттерінен екі пластик былайына жүрген. Бүйтіп қарасаңыздар көрініп тұр. И бұның 7 кнопкасы бар. И жанында екеу, и үстінде мына жерінде біреу, екеу, үшеу, тағы да и екі кнопкасымен общий 7 кнопка бар. Өзінің программасы арқылы мыналардың бәрін мышканың 7 кнопкасында назначение қоя беруге болады өзіңіздің қалауыңызбен. И және бұның бір плюсы өзінің DPI-ін кнопка арқылы ауыстыра бересің. Мысалға, қазір мынаны басқан кезде, қазір фокус дұрыстап жүрейін. Окей. Так, мынаны бассаңыз, свет өшті ме, сары жанады қараңыз дегенде, қызыл, сосын жасыл, сары жанып,
DPI-ңыз ауыса береді. 6 DPI-ға дейін ауысады егер тақсаңыз. Мына жерінде матовый флешник болған соң, мына жерінде тесіктері бар. Қолыңыз катка ойнатқан кезде патет етпейді, мықты орналасқанда. Былайынан егер бюджетный нормальный мышка аламын десеңіз, брендке ақша төлемеймін десеңіз, SteelSeries, Razer деген сияқты, осыны алуға болады. Подсветкасы бұның астында мынау ғана лазерный и мынау ғана подсветкасы бар. Былайынан басқа ешқандай подсветка деген ондай жоқ. Өзінің ыңғайлы ковригімен не алады, жақсы скольжение дейме, орысша солай жақсы жүреді. Алам десеңіздер болады. Мінекей моделін тағы рет көрсетіп жүрейін. Супак магазиндерінен өздеріңіз қалаларыңызда ала берсеңіздер болады. Көрініп тұр деп ойлаймын. Мадейіншіна Қытайлардың айтқанда шығарып отқан сатуы болады. Ең арзан нормальный деген мышкалардың бірі, көп созғыш жетеді деп ойлаймын енді. Отзыв нелерге қарағанда, енді игротекалардан көрген соң, енді олар 2 жыл бір мышкамен қолданады, енді оларда ақша жинайды ғой, арзан мышкалармен. Көрген соң, енді ойланасың енді, адамдар жерге ұрады, былай қимылдатады, басады. Біраз жыл жұмыс жасаған соң, енді осы нормальный мышка шығар деп, енді өзіме ұнап қалды да. Басында енді 500 теңгелік мышкалармен қарағанда ауыр еді. Өзімше ұнатпай жүрген, потом үйлендім. Негізі мышка кішкене ауыр болған дұрыс сияқты деп ойлап қалдым да. Алуыңызға кеңес беремін.